D3 дәрумені ағзаға пайдасы мен зияны. Д ерекше дәрумен, ағза оны тамақтан ғана емес, күн сәулесінен де ала алады. Бұл дәрумен сүйек тінінің негізгі құрылыс материалы кальций мен фосфордың сіңуіне ықпал етеді. Ал кальций жүйке жүйенің жақсы әсер етіп қана қоймай, бұлшықеттің жиырылуына жауап береді. Д дәрумені жеткілікті болған адамдарда депрессия, апатия және ұйқының бұзылуы мазаламайды. Алайда құрамында Д дәрумені бар дәрумендер кешендерін дәрігердің кеңесінсіз қабылдауға болмайды. Ағзаның шамадан тыс дәрумендерге қанығуынан сақ болу керек. Дәруменнің ағзада артық мөлшерде болуының мынадай белгілері бар. Тәбеттің жоғалуы, жүрек айну, салмақ жоғалту, дененің қышуы, жоғары қан қысымы. Сонымен қатар Д дәруменінің ағзадағы артық мөлшері кальцийдің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Бұл әртүрлі тіндердің асификациясына әкеліп соқтырады. Дәрумендердің өсіп келе жатқан бала ағзасына тигізетін әсері өте зор. Өйткені олар заттардың алмасуын, иммунитеттің дұрыс қалыптасуын, жүйке жүйесінің қызметін реттейді. Дәрумендердің бала ағзасында жетіспеушілігінен гиповитаминоз деген құбылыс пайда болады. Соның ішінде дәлелденген дәрумендердің бірі иммунитеттің патшасы болып табылатын D3 дәрумені. Бала үшін күнделікті ең қажетті қосымшаларының бірі. Баланың дамуына қосатын үлесі зор. Сонымен Д дәруменінің қызметіне тоқталсақ, бала иммунитетін көтеру 70% иммунитетін ішекте қалыптасады. Дәрумен Д ішекте пайдалы микрофлораны көтереді. Рахит ауруының алдын алады. Аллергиялық реакцияның алдын алу, баладағы семіздіктің алдын алу, кариес тіс бұзылысының алдын алу, жүрек ауруларының алдын алу. Бала өсуіне тірек қимыл жүйесіне сүйектің бұлшықеттің дұрыс өсуі. Кальций фосфор алмасуын ағзада жиналуын реттейді. Дофамин бақытты гормонын бөледі. Депрессивті жағдайдан тез шығу, есте сақтау қызметін жақсартады. Балаларда Д дәруменінің жетіспеуі неге әкеледі? Жетіспеушілік болса, бұлшықет тонысы әлсіз болады. Мойнын кеш ұстайды, кеш отырады, кеш жүреді. Асқазан ішек бұзылуы, іш өту, іш қату, желдену, тіс шығуын қиын жүреді. Жүктіліктен бастап емізетін болсаңыз, D3 қабылдаңыз. Күн астына жиі баламен серуенге шығыңыз. Жасанды сүт қоспасын ішетін болса, құрамында D3 болатын түрін алыңыз. D3 дәруменін профилактикалық дозада балаға беріңіз. D3 дәрумені күн сәулесінен теріміз арқылы синтезделіп, ағзаға түседі. Ағзаға түскен соң аш ішек арқылы сіңіп, одан бауырға, одан соң бүйрекке барып, активті түрге айналады. Қыс айларында күн тікелей түспейтіндіктен және аз серуендеуге байланысты ағзаға D3 аз мөлшерде түседі. Дәрумен D3 бұл не үшін қажет? Дененің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, қоректік заттардың жеткілікті мөлшерін алатындығын қамтамасыз ету маңызды. Әрбір витамин мен минерал өзінің тікелей функциясын орындайды. Денеге арналған D3 дәрумені дегеніміз не? Сүйек жүйесін нығайту үшін ол кальций мен магнийдің қандай азық-түліктерде D3 витамині бар. Бұл қосылыстың негізгі жеткізілушілері сүт өнімдері болып табылады. Тіпті балаларға арналған арнайы өнімдерде бар. D3 витамині әлі күнге дейін майлы балықтарда, мысалы скумбрия, майшабақ, тонус және тағы басқа қуыру кезінде қоректік заттардың саны азаяды. Бұл пайдалы қосылымды алу үшін дәнді дақылдардан ең алдымен сұлыға байланысты болады. Қандай затқа пайдалы екенін білдік. Менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.